Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілінің бірінші жаттығуы. 5-ші бет. Тіл және сөйлеу. 1. Сызбаның көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр. 1. Сөйлеу не үшін қажет? Жауап. Сөйлеу адамдарға өз ойларын білдіру үшін, қарым-қатынас жасау және білмегенді сұрау үшін, көптеген қызықты нәрселерді бірін-біріне хабар беру үшін қажет. 2. Ол не арқылы жүзеге асады? Тіл арқылы жүзеге асады. Екінші жаттығу жауабы. Торғай тіл қатты, бөдене жұмбақ шешті, қаз әнге басты, ақтан мәз болды. Ақтан құстарды сөйлей алады деп мәз болды. Құстар сөйлей алмайды. Олар әртүрлі үн қатады. Сөйлеу алу тек адамдарға тән. Үшінші жаттығу. Хайуанаттар әртүрлі үн шығарып белгі береді. Үн арқылы олар бір-біріне жақындап қалған қауіп-қатер туралы хабарлайды. Мол азыққа кенелгенін жеткізеді. Сөйлеу тек адамдарға тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Жауап. Сұрақ. 1. Сөйлеу кімдерге тән? 2. Жас сәби сөйлеуді кімдерден үйренеді? Сұрақтарға жауап беруде сөйлеудің қай түрін қолдандың? Сұрақтарға жауап беруде сөйлеудің ауызша түрін қолдандым. Төртінші жаттығу жауабы. Бірінші суретте қыз бала өлең айтып тұр. Бұл сөйлеудің ауызша түріне жатады. Екінші суретте хабарландыру беріліп тұр. Бұл сөйлеудің жазбаша түріне жатады. Бесінші жаттығу жауабы. Атасы құлақты не үшін берді? Жақсы сөзді тыңдасын деп. 2. Шешем бол дегені қай сөйлеу әрекетіне қатысты? Жауап. Айтылым. Ауызша тілде сөйлеу. Оқылым. Тыңдалым. Айтылым. Жазбаша тілде сөйлеу. Жазылым. 7. жаттығу жауабы. Менің сабағым жақсы. Кешкі тамағымды ішіп алдым. Сіздер іштіңіздер ма? Сіздерді қатты сағындым. Жазда оқу аяқталған кезде сіздерге ауылға барамын. Ауылда не өзгеріс болып жатыр? Ауылдағы достарым қалай? Сәлем айтыңыздаршы достарыма. Ата-әже сіздерді қатты жақсы көремін. 8. жаттығу жауабы. 9. жаттығу жауабы. Жазбаша сөйлем бірден пайда болған жоқ. Ежелгі адамдар айтқысы келген ойын суретпен бейнелеген. Бұндай суретті бейнелер ескі үңгір қабырғалар мен тастарда сақталған. Ерте замандағы адамдар әріптерді білмеген. 10. жаттығу жауабы. Күзде күн суытады. Жапырақтар сарғаяды. Жапырақтар жерге түседі. Жаңбыр жиі жауады. Құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Күзде күн жылуы азаяды. Гүлдер қурайды. Ауызша әңгімелеу. Суретте аққала мен шана артық. Алма ағашы жаз мезгілінде өседі. Сұрақтар. Суретте қай мезгіл бейнеленіп тұр? Жапырақтардың түсі қандай болып өзгерген? Бала не теріп жатыр? Осымен видеомызды аяқтаймыз. Каналымызға тіркеліп лайк басып ұмытпай жазылып кетіңіздер. Егер ұмытпай тіркелген болсаңыздар үлкен рахмет. Сау болыңыздар.